Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәмді трайфилдарды дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқа мен қантты ағарғанша араластырып аламыз. Содан соң сұйық майды, сүтті қосып, тағы да миксерлейміз. Содан соң какао, ұн және разрыхлителі ситадан өткізіп, салатын боламыз. Аз-аздан салып, миксерлейміз. Содан соң ыстық суды құйып, тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Қалаған формаңызға құйып, пісіретін боламыз. Осылай жайып алғаннан кейін 180 градуста 30 минуттай пісіретін боламыз. Пешіңіз міндетті түрде қызған болуы тиіс. Міне бізде осылай корж пайда болды. Піскен піспегендігін ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Егер құрғақ болса, пісті деген сөз. Содан соң осылай видеода көрсетілгендей коржды, яғни пирогты жақсылап осылай үгітетін боламыз. Енді крем дайындауға кірісеміз. Ол үшін сливкиді шайқап аламыз. Менде молочный кассиес. Бізге 500 мл сливки қажет болады. Сливки міндетті түрде салқын болуы тиіс. Содан соң оны қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Қатты қоюлану міндетті емес, шамамен 5-7 минуттай миксерлейтін боламыз. Осылай қоюланғаннан кейін біз қант ұнтағын саламыз, тағы да миксерлейміз. Содан соң творожный сырды саламыз. Сырды салғаннан кейін жақсылап миксерлейміз. Бірақ төменгі жылдамдықта миксерлеу қажет, әйтпесе крем іріп кетеді. Осылай бізде крем дайын болады. Ыдыстан төгілмесе, крем дайын деген сөз. Лопаткамен жақсылап араластырамыз, бізде осындай крем шығады. Енді бағанағы күткен бисквитті ыдыстарға салып шығамыз. Содан соң кремді саламыз. Бетін тегістеп, видеода көрсетілгендей жасаймыз. Содан соң глазурға кірісеміз. Шоколадты өлшеп аламыз. Содан соң сүтті немесе сливкиді құямыз. Су моншасында немесе төменгі баяу отта біркелкі болғанша араластыра отырып жасап аламыз. Бізде сонымен глазур дайын болады. Енді оны жаңағы трайфилдің бетіне құятын боламыз. Трайфил міндетті түрде холодильниктен шыққан болуы тиіс. Яғни глазурды дайындап жатқан кезде ол холодильникте тұруы тиіс. Содан соң бізде осылай керемет трайфилдар дайын болды. Қалауыңызша қант ұнтағымен, бананмен немесе жеміс-жидектермен әсемдесеңіз болады. Астарыңыз дәмді болсын, каналға жазылып, лайк басып, комментарий